Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар? Сіздермен бірге Help Him каналы. Бүгін біз биология пәнінен 4 сыныпқа арналған 4 тоқсанның 90 бойынша жиынтық бақылауын талқылаймыз. Видеоны қарамастан бұрын каналға жазылып, лайк басып, пікір қалдырып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Бұл біз үшін өте маңызды. Сол себептен біз сіздерден қолдау күтеміз. Ал ендеше сұрақтар легіне өтсек. Төмендегі суретте әйелдің жыныс мүшесі жүйесі берілген. А және де Б әрпімен берілген құрылымда атаңыз. Бұл жерде жатыр мойны және де қынап берілген. Төменде берілген үрдістер жүретін бөліктерді бірде бір суретін тиісті әрпімен белгілеп көрсетіңіз. Бұл жерде біз ең бірінші жатыр мойнының кез келген жері, жұмыртқа бездерінің кез келген жері және жұмыртқа бездерінің кез келген жерлері. Келесі екінші сұрақ. Төмендегі суретте сканерлеуші микроскоп астынан аналық және де аталық жыныс жасушаларының макро фотографиясы берілген. Суретті пайдалана отырып, аталық гаметалардың аналық гаметамен салыстырғанда көзге көрініп тұрған екі айырмашылықты көрсетіңіз. Бұл бізде мөлшері кішкентай және де құйрығының болуы. Келесі сұрақ. Сперматозоидтың атқаратын қызметіне сәйкес құрылыс ерекшеліктерін сипаттаңыз. Бұл жерде бізде акросома және құйрығындағы митохондрия. Жыныстық жетілу кезінде гормондардың әсерінен екінші реттік жыныстық белгілер дамиды. Қыз балалардың екінші реттік жыныстық белгілеріне мысал келтіріңіз. Ол бізде сүт безі. Менструалды цикл әйел ағзасындағы қалыпты үрдістердің біріне жатады. Төмендегі суретте менструалды цикл кезінде қандағы гормонның өзгерісі көрсетілген. Цикл кезінде X және де Y әріптермен көрсетілген кезеңдерді атаңыз. Эстрогеннің гормонның фолликулына ынталандырушы гормон FIG тигізетін әсерін көрсетіңіз. Бұл жерде біз X овуляция, Y жаңа циклдің басталуы, ал эстрогеннің көп бөлінуі FIG тежейді. Келесі 5-ші сұрақ. Прогестерон гормонының қызметін сипаттаңыз. Ол бізде жатырдың қалыңдауына әсер етеді, жатыр безінің белсенділігін реттейді, гипофиздан LG және FG бөлуін тоқтатады. Мүше қап жоспарланбаған жүктіліктен сақтайтын барьерлік концентратив түріне жатады. Мүше қапты қолданудың жоғарыда аталған басқа бір артықшылығын атаңыз. Контрацептив бізде мүше қап, енді жыныстық жолмен таралатын аурулардан бұл бізде сақтай алады. Жыныстық жолмен таралатын аурулардың салдарын атаңыз. Бұл бізде жыныс мүшелері мен басқа мүшелерге әсері, бедеулік, туылған нәрестеге әсер етуі және өлі тууы. Сегізінші сұрақ. Суретте жатырдағы ұрықтың дамуы бейнеленген. L әрпімен берілген бөлімді атаңыз және де плацентаның қорғаныштық және де гормоналды қызметін сипаттаңыз. Бұл жерде бізде кіндік бау берілген L әрпімен, ал плацентаға келетін болсақ, ол қорғаныштық. Ұрыққа анасы антиденелерін өткізеді, иммунды конфликттің болмауын қамтамасыз етеді және де гормоналды хорионды гонадотропин гормон бөлінеді. Бұл жерде бізде хроинді гонадотропин гормоны бөлінеді. Қайталап өтсек.
Нашақорлық тек жасөспірімдер мен ересектер ғана емес, жүкті әйелдердің де дерті болуы. Есірткі заттарының ұрықтың дамуына тигізетін екі кері әсерін түсіндіріңіз. Бұл жерде ұрықтың жетілмеуі, салмақтың аз болуы, психологиялық ауыртпашылықтар және қан тамыр жүйесінің аурулардың дамуы. Келесі бізде 10-шы сұрақ. Чарльз Дарвин табиғи сұрыптар теориясымен әйгілі болды. Жан-Батист Ламарк өзгеше идеяның өсімдіктер мен жануарлардың қажеттілігіне қарай өз ерекшеліктерін дамыта алатынын айтты. Ламарк теориясына қандай тәжірибе немесе фактілер арқылы теріске шығаруға болатынын болжаңыз. Бұл жерде бізде құйрығы кесілген тышқандардан құйрығы ұзын тышқандар туады. Фактілерге кез келген дәлел ой жатады. Тұқым қуалайтын өзгергіштік ол бізде эволюцияның негізгі қозғаушы күштерінің біріне жатады. Өзгергіштіктің бұл түрі эволюциядағы маңызын атаңыз. Енді біз гендік ақпараттағы өзгеріс жеке даралар арасындағы ауlandылыққа алып келеді, ауlandылыққа көптүрлілікке. Бұл өзгешелік эволюциялық үрдіске материал бола алады. Жүзеге асатындығын сипаттаңыз. Жалпы бір түрге жататын даралар арасындағы өзгергіштіктің пайда болуы қоршаған ортаға жақсы бейімделген даралар тірі қалады. Бейімдеушілігі жоғары даралардың гендер аллельдердігі белгілі тұқым қуалайды. Енді 13-ші сұраққа келсек, төмендегі жануарлардың ішінен түрді анықтау үшін тек макрофологиялық критерийдің пайдалануы неліктен шынайы нәтижеге жеткізбейтіндігін анықтауға жауап беріліңіз. Егіз түрлердің болуы мүмкіндігі. 14-ші сұраққа келсек, түрдің түзілу механизмдері мен сипаттамалар арасындағы сәйкестікті анықтаңыз. Жауабыңызды төмендегі жауап кестесіне толтырыңыз. Мына жерде географиялық және экологиялық деп берілген екен. Географиялыққа бізде түрдің таралуы, ареалының кеңеюі және де солтүстік және Балтық теңіздерінде шағалалардың екі түрінің пайда болуы. Ал экологиялық жағынан келетін болсақ, кешіріңіздер, түрлердің таралуы, ареалдардың өзгеріссіз қалуы және де ареалдағы жаңадан мекен ету ортасының пайда болуы және де алабұғалар популяциясында уылдырық шашу мерзімі өзгеше даралардың болуы. Келесі 15-ші сұраққа келсек, жердегі тіршіліктің даму кезінде оқиғалардың реттілігін анықтаңыз. Ең бірінші бізде архей мен патерозой дәуірлері, одан кейін бізде палеозой дәуірі, одан кейін мезозой дәуірі, одан кейін кайнозой дәуірі және де біріншісі адамның пайда болуы. Достар, осымен біздің 9-шы сыныпқа арналған 90 бойынша жиынтық бағалауымыз 4-ші 90-дікі аяқталды. Видеоны толық соңына дейін қарағандарыңызға үлкен рахмет. Каналға жазылып, лайк басып, пікір қалдырып отыруларыңызды ұмытпаңыздар. Келесі жылы 10-ші сынып болған кезде бұйырса сіздермен кездесеміз. Жазғы демалыстарыңызды сәтті өткізіңіздер, емтихандарыңызды сәтті тапсыруларына тілектеспін. Сау болыңыздар.